Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түріктің тағамы пахлава жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Бұл рецепті жоғалтпамау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне майды қосып, бөлме температурасындағы және де қосқыш қосамыз. 1 шай қасық. Екеуін жақсылап араластырып, ұсақ кружка жасаймыз. Міне осындай ұсақ болу керек. Енді үстіне қаймақ қосамыз және де 2 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, бұл пахлаваның ең оңай түрі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса, астына комментарийға ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Әрқайсыларыңызға өте қуанышты боламын. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды 1 сағатқа салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Оған дейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Грек жаңғағын осылай ұсақтап блендермен немесе оқтаумен үгітіп аламыз. Үстіне қантты қосамыз. Жақсылап араластырып, және де жаңағы 2 жұмыртқаның қалған 2 ақ уызын қосып, тағы да араластырамыз. Бұл бізде ортасына салатын начинкасы, салмасы болады. Енді 1 сағат тұрған қамырды алып, 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Осылай домалатып қоямыз және де жұқалау етіп қамыр жаямыз. Барлығын бірдей осылай жасап аламыз. Қамырдың формасын өздеріңіздің қалауларыңызша домалақ немесе 4 бұрышты етіп жайсаңыздар болады. Қамырды қатты тым жұқа қылмаймыз. Орташа көлемде жаямыз. Міне осындай болу керек. Қамырдың жұқалығы да осындай болады. Қалған қамырларды дәл осылай жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін противень үстіне пергамент төсеп, пахлаваны жинай бастаймыз. Бір қамырды жайғаннан кейін ішіне салатын салмасының тең жарты бөлігін салып, барлығын қамырдың үстіне жайып шығамыз, бір келкі етіп. Дәл осы кезде духовкамызды қыздырып қойсаңыздар болады, 180 градусқа. Міне осылай ғып жаямыз. Енді кезекте екінші қамырды бетіне жайып, қалған салманың екінші бөлігін дәл осы әдіспен үстіне жайып шығамыз. Барлық жеріне жайып шығамыз. Міне дайын болды. Енді қалған 3-ші қамырды үстіне төсеп, пахлавамыздың жан жағын өздеріңізге ұнайтындай етіп, түйіп шығамыз. Барлығын қосу керек. Қамырлардың басын осылай міне әрқайсыларыңыздың өздеріңізге ұнайтын әдіспен шеттерін осылай жинасаңыздар болады. Міне шетін барлығын жауып болдым. Енді бетіне 1 жұмыртқаны араластырып жағамыз. Жұмыртқасын жағып болдық. Енді пышақпен өздеріңізге ұнаған формасын міне бетіне осылай әдемілеп кесіп аласыздар. Бұдан үлкен қылған десеңіздер үлкен қылға болады, немесе кішкентай қылып кесуге болады. Бірақ бетіне ғана осындай сурет саласыздар, өйткені пахлавамыз 15 минут піскеннен кейін сол кезде ғана барлығын толығымен кесеміз. Енді осылай үстіне әсемдігі үшін орехтерімізді салып қойсаңыздар болады. Міне осындай болды. Енді духовкаға 15 минутқа салып алдым.
15 минуттан кейін бетіне осындай май жағамыз. Майды ертіп жақсаңыздар да болады, немесе осылай шанышқымен жақсаңыздар да болады. Менде барлығы 60 граммдай май кетті. Енді май жағып болғаннан кейін пахлавамызды астына дейін толығымен кесіп шығамыз. Майды жағып болғаннан кейін духовкамызға қызарғанша тағы да салып аламыз. Міне достар, біздің пахлавамыз дайын болды. Енді ыстық күйінде үстіне 100 грамм балды жағып шығамыз. Барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығасыздар. Ешқандай сироп құймаймыз, тек қана бал жеткілікті. Міне осындай әдемі болып шығады. Сізге ұнаса, видеоның астына лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, шайға жақсы үйлесетін тәттінің бір түрі. Ұнап жатса маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.